Кайрылуу күн құрметті достар, біз бүгін Бестерек ауылдық округінде Тарбағатай спорттық сауықтыру лагерінің ашылу салтанатына келдік. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Жерлестер, барлықтарыңызды бүгінгі Тарбағатай балалар сауықтыру орталығының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер енді биылғы жылы жақсы демалып, күш жинап, денсаулықтарыңызды түзеп, күзде мектептеріңізге барасыз. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, Тарбағатай спорттық сауықтыру лагері деп жатырмыз. Өте тиімді демалыс мекені деп айтуға болады. Себебі бұл жерде баланың дамуы үшін, жаңағы интеллектуалды жақтан болсын, эмоционалды жақтан болсын, денсаулығын нығайту үшін жақсы бағдарлама жоспарланып отыр. Ойын-сауықтар, жаңағы балалардың үнемі қуанышты, қызықты демалысы үшін барлығы жоспарланып отыр. Енді өте жақсы бағдарлама деп айта аламын. Бұл жерге 64-ші қаулы негізінде жан басына шаққанда аз қамтылған отбасы балалар келіп отыр, тегін түрде демалады. Жалпы осы Үржар ауданының 16 округі қамтылған. Bir маусымда 10 күн, яғни келген бала 10 күн демалады. 6 ауысым ұйымдастырылып отыр. Барлығы 450 бала қамтылды. Тегін түрде бұл жерде 6 уақыт тамақ қарастырылған. Сол сияқты таулы аймақтарға таза ауаға, табиғатты, өлкені танып білу үшін экскурсиялар, туристік жобалар қарастырылып отыр. Енді бұл жерде балалар жақсы демалып, шығармашылығын арттырып, келесі жылы осы қайда барасыздар дегенде, Тарбағатай лагеріне барамыз дегендей, өте жақсы бір қуанышты сезіммен қайтады деген сенімдемін.